Ой, алтындарым сол. Күтіп жатырмыз күнімен. Баламыз келеді. Ой, айналайын. Сен туған әке шешеңнен айналайын. Молодец. Бәрін көреміз. Мынадан бәрін көрсетіп, менің дидарым қатты еліктейді. Жаным сол. Қасында жүрсе екен деп армандаймын. Жаным, Құда қаласа жүр. Қараңыз ел алашы сүйген қыз. Әнеке, арман орындалады деген осы. Мен немерем осы жете алмай, мінеке қандай қарапайым айналайын. Бақытты болыңдар. Түгел көрмесем де көп көрем. Кітабыңды оқып шықтым. Кітап қолымен болмай алғанбыз. Кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды. Сол жүндерімді сен айтам, алтыным едім. Айтып жатырмын ғой жаңа сендердің жаңа тірліктеріңе өте қуанып қараймын да мен. Менің дидарым өзі сондай. Сол ағаға мен Алматыға барып кездескім келеді. Қызылорда жақтың шыбын шіркейі деген ой масқара. Күн жылған сайын енді андай масаларда шыбындар да көбейе береді екен. Сапарымыз ары қарай жалғасуда Қызылордаға. Шиел жаққа келдік. Шиелге келемай жүрік. Ол күнде келіп туар. Шиелінің енді өткенде обещать етіп қойдым, әлі келемін. Сол, жол болсын Қызылордаға. Жігіттер, біз Елекеңнің машинасында келе жатырмыз, за рулем өзім. Ой, масқара. Мен бір демалып, рахаттанып ұйықтайын ба деп едім. Бүйтіп отырмын ғой. Жансерік, көрдің бе ананы? Мына жақтағы вайп мынандай. Документы предъявите, пожалуйста. Бәрекелді. Тәке, чай дасаңызшы. Сізге жете алмай келе жатырық қой. Қойшай. Жігіттер, көңіл күй қалай? Керемет. Түрлерге қарасам. Я бы так не сказал. Ал жау болсын. Жаратқан талабыңды оңдап жүрген, ағайындар тілегін жолдап жүрген, жансерік роднойларың аман болсын, қай кезде де өзіңді қолдап жүрген. Жақсылыққа жансерік қадам болсын, дәл бүгін тоқтамайтын шамаң болсын. Барша мынау қазақтың ұл мен қызы, сенің роднойларыңдай адал болсын. Ел халық ақ тілегін үйе берсін, жаратқаннан бие сұрасаң түйе берсін. Қазақтың барша мынау роднойлары, ел халыққа басын әркез ие берсін. Жасап жатқан қайырымдылық оңнан болып, шәждеген маңдайларың тие берсін. Алла берсе жансерік үзбей берсін, қазағым бірін іздей берсін. Жансеріктің роднойлары жасай берсін, родной болса роднойлар сіздей болсын. Браво! Жансерік өміріңіз көркем болсын, бүгін болған қуанышың ертең болсын. Барша мынау жігіттердің ақ тілегі, көп ұзамай жамылатын көрпең болсын. Жүргенде басың сенің екеу болсын, жатқанда аяғың төртеу болсын. Төрінде Құдай қалап марқайыңдар, жеңгеммен жансерік ау шалғайыңдар. Құдай қалап бір басың екеу болып, сол келіммен бір жастықта қартайыңдар. Бұл өмір түсінгенге жалғандып қой, бабалар жаман жолды салған жоқ қой. Барша мынау ер жігіттің бойындашын, ағайын бітпей тұғын арман көп қой. Негізі қазағымның сұлулары, жансерікке тиіп жатса арман жоқ. Жансерік биіктерді желе салат, шақырсан қонақ болып келе салат. Жансеріктің ата-анасының көңілін тапқан қызға шынымен пультті өзі бере салады.
Оп, бәрекелді. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар адайлар? Қызылордада керемет бір демалыс болып отыр. Бүгін демалыс қой енді, кеше айттым ғой. Ал ертең болса, Маки Қызылорданың ашылуы. Құдай қаласа доставкада боламыз. Кеше Түркістаннан шығып келеді. Салқын су ішіп берген ғой, бірден тамақтан ұстады. Сол маза болмай. Жұтсам ауырып, денем қызып жаурап соң. Дейтін күн емес, дұрыс айтасың азамат. Бірақ сонда кішкене маза болмады. 40 градус ыстықта да ауырған. Нефтемеген, короче. Бірақ сорпан жібердім, тамақ қазір, Ташкентский чай саған. Дін ғой. Иммунитет түсіп кетіп, ағзаларыңызда вирус пайда болса, Қадаяның қара істерін ойыншыңыздар. Содан кейін мен сияқты күліп ойнап жүре бересіздер. Ауруға уақыт жоқ. Кезінде енді бала кезде былай ағаларым ауылға мешіт соқтық дегенде бұйыртса үлкен болғанда мен де соғам деп армандап қоятынбыз ғой, енді былай қоя беретінбіз, бірақ осы менің мақсатым деп прям енді жүрмегенбіз ғой, әңгіменің ашығы. Бірақ оказывается армандар орындалады екен. Роднойлар, мына бір мешіттің баяғы көрінісін бір еске түсірейікші. Ал қазіргі көрінісін көріп кәдімгідей толқып тұрмын, жүрегімде күшті бір сезім, шүкір. Аллаға шүкір. Кейде келіспесең де, түсініспесең де, уақытша бәрі бүгін өкпелесең